Салем достар. Біз бүгін бұйырса Бурсаға жолға шығамыз. Мынандай көлік арендаға алдық. Дара, мен Фари жолға шығамыз. Бізде уже чемодан бәрі жиналып тұр. Фари кофесін алды. Бурсаға примерно бір 3-4 сағат жүреміз. Мен шаңғы тебем, Фари мен Дара демалады, бассейнге түседі, саунаға түседі, ойнайды. В общем, қармен ойнайды, сосын мен шаңғыға бара жатырмын. Қазір Стамбулдан 2 сағаттық жерде Бурса. Стамбулда қазір мысалы қар жоқ, Бурсада бірақ кәдімгідей қар жауыпты. Соны берсе көретін боламыз. Енді Түркияның көптеген қалаларын бірге аралайтын шығармыз ала қалса. 2 күнге бара жатырмыз. 2 чемодан, Дараның коляскасы. Мынандай көлік алдым, асығыс. Бұл идея 1 сағат бұрын келген соң кеше сразу барып машина арендаға алдым, болғанын алдым. Таңдауға болатын еді, 2-3 күн бұрын броньға қойсан. Бірақ бізде ондай мүмкіндік болған жоқ, сол үшін осы көлікті алдық. Енді көлік қой бәрібір не болса да. Бұл көлік бағасы 3 күнге 195 евро шықты, 300 евро еще депозит. Депозитті қайтару керек. Және Түркияда төлемді жолдар болады, мосттар болады, сол арқылы Бурсаға біз тез жетеміз. Бірақ қымбаттау екен. Оның бәрін влогта айтып отырамыз. Жаңағы біздің қазақстандық права керек, паспорт керек. Каспий Голд карточкамен төледім. Болды сонымен. Кеше жолда осылай қоюға тура келді. Мына біздің үйіміз ғой. Стамбулдың көшелері енді кішкентай. Мына жерде машиналар әрең өтеді. Енді бәрі сөйтіп қойып жатыр. Все, кеттік жолға. Так, біз қазір платный жолға келе жатырмыз. Біздің шлагбаум қазір өзімен өзі ашылу керек номердан. Қанша теңге алады екен? Көрейік. Өзімен өзі ашылды. 995 лира, 12-13 мың теңге. Просто так жаңағы мост үшін алды ғой. Ешкім қымбат жоқ те. Америкада 12 доллар ма, сондай еді. Ну, примерно осылай, но, блин, это же не Америка десең, бірақ жаңағы вид әдем болды енді. Вообще маған айтқан барып келгенін 7000 лира болады, это 70-80 мың теңге Бурсаға барып келгенін. Мен ойымша кішкене қымбаттау соқты. Енді мосттар үшін можно төлеуге, өйткені мост соғады, қаншама қаражат кетеді. Просто жол үшін қымбат соқты. Бірақ Бурсаға барытқанда бізде 2-3 мост болады. Біз заправкаға келдік. Прогулка жасайық дейді Дархан. Дара, мен бұндай жолға көп шықпаймыз. Бірақ өскен сайын қызық болып жатыр. Вау, ойыншықтар бар екен. Дара, қандай аласың? Тип бар, мынандай бар қара. Қайсысын таңдайсың? Тип. Ұнады ма? Осындай ойыншықтар қатты жақсы көреді Дара бізде. Сафонов, кассу оплати, попробуй. Заш не бар екен заправкада. Мен бірінші рет көріп тұрмын мұндайды. Тадам! Ойнайтын зона. Дара бірден көріп. Қарсаңыздар шуш кетіп бар жатыр. Жүкір қалып қоясың, жүкір. Осындай маркет. Мұнда кофе алуға болады, бірақ маған бұндай кофе ұнамайды. Шоколадтар. Так, біз толықтай бензин құйып алдық. Мына машинамызға 2400 лира шықты, 25-30 мың теңге. Мына көлігімізге кішкене айтып берейін. Бұл Fiat Турцияда жасалынған. Біздің Қазақстанда шамамен 19-25 миллион тұрады. Кілті мынандай. Мына іші осындай. Оталдырамыз. Пробегі 21 мың. Ішінде экран бар, музыка жақсы шығады. Мыняқта CarPlay бар, міне. Көп кішкентай болса да, бірақ мынандай мен қолым. Бізде 19-25 миллионға енді кішкене биіктеу машина аласың Hyundai. Бірақ бұл жақта Hyundai, Mercedes, BMW дегендер өте қымбат. Сол үшін өздерінің Fiat деген машиналарымен жүреді, Opel деген машиналарымен жүреді, олар Румынияда жасалынады. Ал жолға шықтық, Дараға ойыншығын алып бердік. Қазір кофемізді аламыз. Жолдары өте күшті. Жолдың бойында Gloria Jeans кофейня бар екен. Молдары бар екен. Бізге ұнап жатыр. Күшті. Пока. Бізге әлі 1,5 сағат жүру керек. Бұл жақта тек мост емес, еще туннель жасапты.
таудың ортасынан тесіп ұзақ туннель. Осы үшін енді барлығы үшін төлеу керек болды осы жолдар үшін. Енді мен түсініп жатырмын неге ондай қымбат екен, өйткені мынандай туннель жасау үшін пробкасы тез, күшті, комфортына тез жеткің келсе, уақытты үнемдеп, бензинді үнемдеп, сол үшін енді үстінен қосып төлейсің. Мен үшін ол оправдано. Қараңыздар, қандай әдемі. Ұзақ еще, мынандай ұзақ туннель мен әлі көрген жоқпын өмірімде. Достар, біз келдік. 46 минут осылай үстіге көтеріліп жатырмыз. Осында биіктіктеміз. Қап-қызыл болып тұр карта. Адам, машина көп. Біз мынандай бір фордқа келе жатырмыз. Төлеу көп па сонда? Номермен алынама. Өттік. Біз Лудак паркіне кірдік. Машинаны дөңгелектен тексеріп жатыр. Машинаны дөңгелегі лысый болса, былай айтқанда өткізбейді, өйткені үсті уже қар, тайғақ. Нормальный болса өткізеді. Өткізбегенде сол жерде цеп сатады. Дөңгелекке цеп байлап береді. Сөйтіп сен дальше өте бересің. Мына жағы уже әдемі, қараңыздар мына тасты. Мына тас әдемі. Қар басталып жатыр. Қараңыздар, біз уже почти жеттік. Бұл әдемілікке біз уже таңғалмаймыз. Алматыда бұдан да әдемірек. Бізге бұл уже норма. Біз жеттік почти. Біздің қонақ үй ана жақта. Отельге кірдік. Қазір чекен жасаймыз. Дара қызығып жүр. Қазір қонақ үйдің сыртын көрсетем. Пока что номерге сізге рум-тур жасаймыз қазір. Так, біз рум-тур жасаймыз. Так, 3 күнге $1000 кетті. Мен еще скидка бар, мен 500 мыңға, 520 мың. Да что вы? Шымбұлақтың ең етегіндегі қонақ үй сияқты ғой, былай айтқанда. Еще 2 кровать, Дараны бөлек жатқызамыз. Виды күшті еще. Мені көріп тұрасыңдар ғой, в общем. Дара қара. Дара. Прям мына жерде сразу үстіне көтерілетін несі бар. Үшін кішкене қымбаттау болды қонақ үй, зато түсе салам қазір барып. Номері күшті, жылы, ең бастысы жылы. 2 кровати бар, камині бар, су бар. Неқта, душ екен. Мен ванна деп ойласам. Душ екен. Кәдімгідей номер. Сразу мультик па не, Дара? Барып тамақ жейік, демалайық, қыдырайық. Неқта игровой бар еще. Біз қонақ үйде 3-ші этаждамыз. Қараңыздар, бұл жерде ресторан бар. Бұл жерде мынандай арендаға алатын шаңғылар бар. Қазір осы жерден арендаға алам. Бірақ бірінші бізге тамақтанып алу керек. Бізде барлығы включено, бірақ қазір уақыты келмей тұр екен. Сол үшін осындай жерден тамақтанып аламыз. Не қарап жатсыңдар? Десерт қарап жатсыңдар ма? Ой, мынау кім, Дара? Мяу ма? Мяу? Мына жерден сразу шаңғы теуіп кетуге болады екен. Тамақ ішіп мына жерде қарап отырасың. Күшті болды мына жер вообще. Так, пока тамағымыз дайын болғанша даланы көріп қайтайық. Получается, мынау біздің қонақ үй. Қонақ үйден шығасың, и бірден мына жақта уже шаңғы, мына жерде кофе іше аласың. Мына жерде арендаға беретін жер уже. Кішкене салқындау болып тұр негізі, қазір дұрыстап киім алып алып, жылы киініп алып. Неше кетіністі деген сон бөліп алу керек еще. Өйткені уже бізде сағат 4 болды. Шымбұлақтағыдай склондар жоқ енді. Новичоктарға да бар екен, опытнылар ана жаққа бара алады екен, қараңыздар. Ең биік жаққа. Ол жаққа қалай баратын енді сосын көрем. Пока мына жақтарды зерттеп алам. Сосын көреміз. Біздің тамақтарымыз келді. Пиденің жартысы қалды, тока өте дәмді. Мына жақта курица, фри. Менде шашлик. Местный шашликтерін дәмін көрейік. Бірінші фариға берейін. Қай? Жақсы. Өте дәмді. Шашлик бірге жығылды. Дархан кіріп келе жатыр. Такой красивый. Да. Асты үстімен алмай-ақ киім шлем 2 күнге алдым, 8400 лира болды. 90 мыңдай. 90 80. Енді қонақ үйдің алған соң қымбаттау болып кетті.
В общем, алтыға екен менде 1,5 сағат бар. Кешенің. Так, мынандай жылы балаклава алып алдым, өйткені менде шапка жоқ. Шлемнің астынан бір нәрсе кию керек. Тем более шлем арендаға еще. И мынандай қолбақ алдым, 3000 лира болды. Қанша ол? 35 000 теңге. Сейчас киіп көрейік. Қалай? Шлем киіп алсам үстінен. Қолбақ киіп алам. Дарамен кашенеміз. Кеттік далаға. Оны шығып жатыр ғой. Уйди, пожалуйста. Мынау тормоз екен. Екі жағын бүйтіп тоқтатуға болады. Кәсіп отырам. Дараның үстіне отырғызып қоям, екі кашенеміз. Дара. Біз кешкі ұжымға келдік, қараңыздар. Неше түрлі тамақтар бар. Қазір тамақтанып аламыз. Неше түрлі тамақтар бар екен. Ал достар, бір күннен кашенеге келдік. Өйткені кеше тым батып кетті. Кешкі катание болған жоқ, өйткені қатты жел болып кетті. Қазір енді кашенетін боламыз. Мына жерден бәрі очередь тұр. Үстіне көтереміз. Бүгін де желі болып тұр. Осындай шлем, шаңғы бәрін алып алдым. Дайынбыз. В общем, достар, жаңа осы киім арендаға беретін жерде карточка сатып алған болатын. Сатып алғанды сонда төлейсің деп бер жерді. Сөйтіп өтейін десем, өтпей жатыр, мына жерде істемей жатыр. Осына жерден жаңасын алайын десем, мына бұрынғысын беріп. Айтады, мынаны кім қолданған дейді. Мен ақ бірінші рет алдым десем, қаяқтан алдым? Арендаға алатын жерден алдым десем, камерадан көрсетіп тұр қаншама адам қолданған. Мына жерде өткен сайын, мына жерде камера бар, суретке түсіп тұрады кім қолданған сол карточкамен. Ана жақта 1045 адам қолданып тастаған ғой, короче, ана. Былай айтқанда, арендаға беретін жерде сол жақтағы жұмысшылар карттан тауып алса, бір жерден алса, сатып беріп тұра береді екен, короче. Сөйтіп, мен айттым, енді мен оларға төлеген жоқпын. Мына жерде новыйын алдым да. Осы жерден алып көрген, короче. Сөйтіп, енді кашенем деп жатырмын ғой. Тауға көтере алмай кеттім ғой. Төртінші попытка деймін. То шлем табам, то билетім дұрыс емес. Так, біз міндік. Кішкене камерасы ыңғайсыз. Жел болмаса көзге тиіп жатыр. Очки кигенді ұнатпаймын. Сол үшін кішкене маған ыңғайсыз болып тұр. Аяқтың есінде бар екен. Дәрежеміз қалыпты. Опыт бар екен әлі. 2 жыл болды кашенбегеніме. Қазір смело кашеніп тұрмын. Соған қуанып тұрмын да. Бір жаққа кашеніп көрейікші, адам аз. Мен ойласам, ана жақта тағы биіктер бар деп. Анадан биігі жоқ соқты. Мынау қонақ үйде. Тек осы қонағы ең күштісі деді. Былай қарасын, осақ екен ғой, короче. Маған жетпей жатыр. Мынау Шымбұлақтың қасында. Бопашы ғой, былай айтқанда. Шымбұлақта. Мынау тек новичоктардан алған жер ғой, Шымбұлақты вообще. Біздің Шымбұлақ уровень екен, достар. Бұлай кетем ау. Астына түсіп. Басқа жолды көрейін, бірақ мына жақта көтеріле аламын ба, мен білмеймін енді. Олар ана жаққа барады. Сол жақтармен. Олар мына жаққа барады. Сонда қай жаққа барам? Достар, 3 трассасы бар екен. Үшеуіне де бір карточка. Мына жақта адам аздау екен. Бірақ трассасы тазаланбаған. Ана жақ тазаланған, сол үшін адам көбірек. Қазір 3-ші трассасына барып көреміз. Пока қызық емес болып жатыр что-то. Кішкене қызықты трасса тапқан сияқтымын. Ананы көрдік, мынаны көрдік. Қазір мына жерді көреміз енді. Жақсы екен мына жер. Ұзақтау көшін есіңіз, көріс жинауға болады. Кеттік ау. Достар, ең биігіне көтерілдік. Негізі Шымбұлақтан кем емес. Кішкене жетпейтін шығар, бірақ өте ұзақ көтерілдік, өте биік. Дым көрінбейді, қараңыздар. Ештеңке көрінбейді. Ал қате болып негізі.
Ана адам артынан жүріп бара жатыр әйтеуір. Мына адам болмаса, мен яққа тұрсып қалады деп. В общем, достар, қалай маған очки ұнамаса да сатып алуға тура келді. Өйткені шынымен қиын болып кетті ана жерде. Дым көрінбейді. Ең үстінде жаңа көрдіңіздер ғой. Жоғалып кете жаздадым. Қалай? Нормально? Жоқ. Так, ең үстіне қайтып көтерілейін десем, ол жақта жабылып қатты. 6-ға примерно 40 минут қалды. Пока осы жерде кәшеніп жүрміз. Очкимен өте ыңғайлы екен. Шымбұлақта мен очкисіз кәшенетім әрқашан. Бұндай қатты боран болмайды ол жақта. Очкимен қатты скорость жинауға болады. Көзің рахаттанып, көзін ашып отыра бересің. Жерден арендаға береді бәрін. Мына шлем бәрін береді. Мына жерден резерв жасайсың. Яғни жаққа қазір мына киімдерді тапсырамын. Достар, біз қасында Мигрос деген молдың ішіндеміз. Мына жерде бұтты қараңыздар. Дара қарап тұр. Машина қарап тұр. Трактор ма, Дара? Трактор ма? Кофейня бар. Тамақ ішетін жер бар. Мына жақта арендаға береді. Костюм. Мына жақта магазин. Попкорн, хот-дог, сэндвич береді екен. Походу мына жерде арзандау и кішкене таза, мен ойымша. Өйткені қонақ үйдегі кішкене шаршақтаған, терлеп кеткен. Дараға қазір мен клубника шоколад алып беріп жатырмын, қараңыздар. Клубникалар әдемі, мынандай шоколадта. Так, еш нәрсе керек жоқ. Teşekkürler. Dara. Это что такое, а? Бүгін біздің қайтатын күніміз. Қонақ үйден шықтық. Қонақ үй жақсы, бірақ саунасына шомылып үлгермедік. Бүгін еще погода күшті болып тұрып, бұлт жоқ, жаңа кешегідей жел жоқ. Сондай кезде кәшен бір қой негізі. Очкисіз. Енді ничего страшного, қайтып келеміз бұйырса сосын. Немесе Алматыға барамыз. Кеше Дараны кәшетіп жатқан кезде микрофонымыз түсіп қапты. Сөйтіп қазір микрофонымыз жоқ, жоғалтып алдық. Бәріміздің тамағымыз кішкене ауырып қалды. Қазір шай ішеміз. Дараға клубника шоколад алдым. Достар, біз қайтып бара жатырмыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Бурсаға келсеңіз, обязательно келіңіз. Жаңағы сіздер новичок болсаңыздар, біздің жаңағы Буф хотел деңгейге келіңіз. Әр қонақ үйде өзінің деңгейімен жаңағы нелер трассалар бар екен. Бізде Шымбұлақта бір трасса болса, келген кезде бір үстіге көтереміз. Бұл жақта бөлініп кеткен 4-5-6 бар екен. Мен енді соны енді түсініп жатырмын да. Біз енді көрдік қой? Иә, мартқа дейін тағы может келеміз, білмеймін. Үлкен трассасына бар, может нянямен как раз Фарида кәшетеміз еще. Вот, тағы да басқа қалаларға барып тұрамыз. Стамбулдың жаңағы тарихи жерлерін көрсетеміз. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Бурсаға келгенімізге осыншама сумма шықты. Теңгемен. Қалай екен, қымбат па? Өздеріңіз шешесіздер. Иә. Пока. Давайте.